Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші тоқсанның 1-ші бөлімі уақыт. Бүгінгі сабақтың тақырыбы музыка және уақыт. Бұл бөлімнен музыка мен уақыт арасындағы байланысты түсінуді, музыкадағы уақыт бейнесін сезінуді, бағдарламалық музыка мағынасын айқындауды үйренесің. Оркестр, дирижер, музыкалық өлшем ұғымдарымен танысасың. Сабақтың мақсаты тыңдаған музыканың сипатын, мазмұнын, жанрын, көркемдеуші құралдарын анықтау және салыстыру. Әр сағат, әр күн, әр апта бағынар ғұмыр сағатқа. Аптада 7 күн бар. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Музыкада 7 нота бар. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Берілген уақыт өлшемдерін ата. Ішінен ең қысқа және ең ұзақ уақыт өлшемдерін көрсет. Уақыт өлшемі сияқты музыканың өз өлшемі болады. 2/4 өлшемі. Бұл өлшем бір тақтының ішіндегі ұзақтығы 2/4 нотаға, 1-ге, 2-ге, та саналатынын көрсетеді. Өлшемнің жоғарғы саны қанша нота, төменгі саны нотаның ұзақтығын көрсетеді. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Музыка арқылы уақытты бейнелеуге болады ма? Орыстың композиторы Георгий Васильевич Свиридов мәңгі тоқтамайтын уақытқа арнайы музыкалық шығарма жазды. Шығарманың аты «Время вперед», уақыт алға. Оркестрге арналған сюита. Қандай да бір тақырыпқа арнайы жазылған музыканы бағдарламалық музыка деп атайды. Георгий Свиридовтың «Время вперед» шығармасын тыңдаңыздар. Тыңдаған шығармада музыка уақыт жылдамдығын қалай көрсеткен? Баяу, тез, өте тез. Музыка қандай көңіл күй тудырды? Уақыт жылдамдығына әңгіме құрастыр.
Сырлы сағат әнін орындайық. Әнді мәнерлеп орында. Сағат қозғалысын бейнелейтін әуенді тап. Сырлы сағат әні 2/4 өлшемінде жазылған. Сағат тілі сыртылдап, уақыт сырлап барады. Білім іздеп ұмтылмақ, оқу өмір талабы. Бала болу зерделі, жарасады тек бізге. Өнерлі бол кел бері, босқа уақыт өткізбе. Сырт сыртылдап, сағат жылжып барады. Сырт сыртылдап, уақыт өтіп барады. Сырт сыртылдап, сағат жылжып барады. Сырт сыртылдап, уақыт өтіп барады. Сабақтан алған әсеріңмен бөліс. Бүгінгі сабақ аяқталды. Назарларыңа рахмет, балалар.